Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырып бізде зат есім болады. Зат есім бізде ағылшынша аударған кезде noun, ал көпше түрде nouns деп атаймыз, иә. Яғни зат есімдердің өзі тағы да екіге бөлінеді. Оның түрі көп негізі. Соның бірі singular, plural. Singular дегеніміз жекеше, plural дегеніміз көпше. Жекеше түрде мысалы машина дегеніміз car, иә, ал көпше түрге айналдырған кезде cars болады. Тек қана эш жалғауын жалғайтын боламыз. Pen, яғни қалам. Оны қаламдар деп көпшеге айналдырған кезде pens болады. Эш жалғауын жалғаймыз. Apple, apples. Яғни көптеген зат есімдерге бізде эш жалғау жалғанады. Бірақ бізде city, baby дегенде y әрпімен бітіп тұр, иә. Y әрпімен бітетін сөздерге бізде I, E, S жалғау жалғанатын болады. Мысалы, былай city, cities, baby, babies болып жалғанады. Енді тағы да бізде ерекше жағдайлар бар. Мысалы, S, екі S-пен бітетін SH, CH, X, O деген әріптерден бітетін зат есімдерге бізде көпше түрге айналдырған кезде ES жалғау жалғанатын болады. Мысалы, bus, buses, glass, glasses, dish, dishes, torch, torches, box, boxes, potato, potatoes. Бірақ ерекше жағдайлар бар. Мысалы, радио, radios, piano, pianos. Яғни радио мен пиано дегеніміз O әрпінен бітсе де, оларға ES емес, кәдімгі S жалғау жалғана береді. Және тағы да қосып кетейін, фото деген сөз бар. Ол бізде көпше түрге айналдырған кезде photos болады. Ең көп қолданамыз, иә, осыны ағылшынша. Егер зат есім F және де FE-ден бітетін болса, бізде ES жалғау жалғанатын болады. Яғни VES деп айналып кетеді. Мысалы, leaf, иә, leaf, leaves, knife, knives. Яғни VES деген жалғаумен бітеді. Бірақ бізде исключение бар, яғни ерекше жағдайлар бар. Giraffe, FE әрпімен бітіп тұр, бірақ бізде кәдімгі S жалғау жалғанып тұр. Roof, F әрпімен бітіп тұр, бірақ roofs болып S жалғаумен бітіп тұр. Proof, ол да тоже F әрпімен бітіп тұр, бірақ жай ғана S жалғау жалғанып тұр. Handkerchief деген бар, ол тоже бізде F әрпімен бітіп тұр, бірақ S әрпімен бітеді. Chief, chiefs, тоже F әрпімен бітіп тұр, бірақ S жалғаумен жалғанады. Негізгі қағидасы F пен FE-дан бітетін болса, VES болып өзгереді. Осыны ескерулеріңіз қажет. Енді бұрыс көпше формасы бар. Яғни бізде men деген сөзіміз, яғни ер адам, иә. Ер адам men, ол men's емес, men деп A-дің орнына E қойылады. Міне, осы бізде көпше түр формасы болады. Бұл бізде бұрыс, яғни дұрыс емес көпше формасы деп аударылады. Man, men, woman, woman, child, children, ox, oxen, mouse, mice, louse, lice, foot, feet, tooth, teeth, goose, geese, person, people, sheep, sheep, fish, fish деп аударылады. Бұны сіздер міндетті түрде білулеріңіз керек, әсіресе ұбт-да ағылшын таңдап отқан оқушылар. Именно осы сұрақтарды көбірек кездеседі. Ең көп кездесетіні осы бізде man, woman, child, ауызекі сөйлеуде, әсіресе mouse, louse, foot, tooth деген сияқты, және person яғни адам, ал көпше түрде ол people деп аударылады. Так, енді келесі same, singular and plural form. Яғни көпше түрде, жекеше түрде бірдей зат есімдер. Мысалы, one sheep, ол көпше түрде two sheep, иә? Мына жақта айтып кеткеніміздей sheep, иә? Олар вообще өзгермейді. Вообще формасы өзгеріссіз қалады. One sheep, two sheep. A deer, two deer. A bison, five bison. A moose, three moose. A swine, two swine. A fish, two fish. Балық, иә? Балық жекеше түрде де fish, көпше түрде де fish. A dozen, two dozen. An aircraft, two aircraft. A means, means. A serious, two serious. A species, different species. Осының барлығы бізде жекеше түрде де, көпше түрде де бірдей формада тұрады. Олар вообще өзгермейді. Олардың жекеше не көпше түрі деген жоқ. Екеуде де бірдей. Және де бізде мәңгілік кәдімгідей тек қана көпше түрде кездесетін сөздер бар. Мысалы, sunglasses,
skissers, binoculars, refreshments, headquarters, premises, gymnastics, congratulations, clothes, jeans, shorts, mathematics, ticks, trousers, underpants, lights, stockings, pyjamas, braces, goods, odds, troops, scales, acoustics, manners, news деген сияқты зат есімдер всегда көпше түрде кездеседі, олардың жекеше түрлері жоқ. Яғни осы сөздерді сіздер білулеріңіз керек. Және де nouns, енді мына жақта именно осы неге именно көпше түрде кездеседі ылғи деп не істесеңіздер, олар айырылмайтын жіпті заттар, мысалы көзілдірік, күнге қарсы киетін көзілдірік, ол бір ғана көзін киіп жүрмейсіз ғой, екі көзін всегда киіп жүресіз. Ол екі көзі болғасын, всегда жүретін болғасын, бізде ол көпше түрде сақталады. Және қарапайым пижамаң сіз тек үстін кимейсіз, не астын кимейсіз, екеуін бірге киесіз, сол үшін олар айырылмайтын заттар болғасын, ылғи олар всегда осылай плурал болады. Nouns зат есімнің бізде саналатын, енді саналмайтын түрлер бар. Мысалы countable саналатын, ол зат немесе адам болуы мүмкін. Doner, burger, sandwich, cheeseburger. Осының тамақ түрлері. Олар саналады. Ал uncountable, азық түлік, газдық заттар, сұйық заттар болатын болса, ол бізде саналмайды. Мысалы advice, кеңес, ол саналмайды. Fish, hair, soup тоже саналмайды. Бір супы, екі супы деп айта алмайсыз. Ол себебі сұйық. Hair деген шаш, шашты сіз өмір ешқашан санап бітпейсіз. Сол үшін бізде саналмайтын зат есімдердің ішіне жатады. Fish тоже жекеше көпше түр деген жоқ. Сол үшін де балық өте көп түрі. Сол үшін оны санап біте алмаймыз. Мысалы, енді саналатын, саналмайтынды қалай ажыратам десеңіз, бір фишка бар. Мысалы, cars, машина, машиналар деп жекеше көпше түрге бөлінеді. Егер сөздің көпше түрі болатын болса, бізде ол саналады. Ал егер оның көпше түрі жоқ болатын болса, мысалы milks, сүттер деп біз айта алмаймыз. Сүтті біз көпше түрде айта алмаймыз. Сол үшін де ол саналмайтын болады. Яғни көпше түрі жоқ болатын болса, ол саналмайды. Осыны қатаң есте сақтаңыздар. Және де тамақтың өзінің саналатын, саналмайтын зат есімдері болады. Мысалы, саналатында bun, sandwich, apple, orange, burger, fries, eggs, salad, vegetables, cookies, potatoes, tomato, carrot, hot dog, candies, olives, peanuts, pancakes, watermelon, pea, grapes, cherries болатын болса, дәл осы сөздер саналады. Ал uncountable-да, мысалы, bread, fruit, juice, meat, rice, cereal, jam, milk, coffee, sugar, flour, salt, soup, tea, cottage cheese, pasta, honey, water, cheese, butter, seafood, mustard. Осының барлығы бізде саналмайды. Сұйық заттар, енді бізде мынандай сөздер бар. И саналатын, и саналмайтын сөздердің өздері бар. Мысалы, glass және де iron. Glass дегеніміз ол бізде әйнек деп аталады бір жағынан, екінші жағынан стакан деп аталады. Ағылшын тілінде оқушылар негізі бір сөздің өзінің 60 мағынасы болады. Сондай сөздер, мысалы 2-3 түрлі мағынасы сөздер де бар. Мысалы, соның бірегейі осы glass пен iron. Олар не саналатын топқа да жатады, саналмайтын топқа да жатады. Мысалы, гластың әйнек, саналмайтын түрі, стакан саналатын түрі, Iron, темір саналмайды, үтік саналады. Осымен бізде бітті. Осының барлығын ережелерін жазып алып жүріңіздер. Ал үй жұмысына оқушылар сіздер 89, 90, 91, 92 жаттығуларды орындауларыңыз керек. Барлығына сәттілік, сау болыңыздар.